Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы ұшқыш болар баламын, келер шақ. Сабағымыздың мақсаты тыңдаған материал бойынша негізгі түсін белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, осы шақ, келер шақта қолдану. Өткенді пысықтау. Оқушылар, мына ережелерге жауап беруге дайындалайық. Етістік дегеніміз не? Етістіктің жіктелуі дегеніміз не? Етістіктің шақтары дегеніміз не? Әрмен қарай, бүгінгі біздің тақырыбымыз келер шақ. Келер шақ дегеніміз етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Әрмен қарай, бүгінгі тақырыбымызға байланысты жаттығулар орындаймыз. Ең алдымен арнаулы дәптерімізді ашып, 28-ші жаттығу. Мақал мәтелді жатқа жаз. Мақалды жаттаймыз. Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер. Азаматпен дос бол, қадіріңді біледі. Дескриптор: мақалды жаттап, жатқа жазу. Келер шақ етістіктерін тауып сызу. Әрмен қарай 29-ші жаттығу. Берілген етістіктерді 3 жақта жазу. Оқы, көр, ойна. Мысалға, оқы деген етістікті алайық. Осы шақ, өткен шақ, келер шақта жазамыз. Осы шақ: оқып отыр. Не істеп отыр? Оқып отыр. Өткен шақта: оқыды. Не істеді? Оқыды. Келер шақ: оқиды. Не істейді? Оқиды. Осылай қалған екі етістікті 3 шақта жіктеп жазамыз. Дескриптор: етістікті 3 шақта қолдана алады. Әрмен қарай, оқушылар, шығармашылық жұмыс. Жұмбақтар құрастыру. Берілген суреттерге жұмбақ құрастырамыз. Дескриптор: суреттер атауы жауап болатындай жұмбақ құрастыру. Жұмбақтағы етістіктерді табу. 3 шақта жіктеп жазу. Әрмен қарай 31-ші жаттығу. Жұмбақты оқы, шешуін тап. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды. Жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Бұл не? Оқушылар, жауабын табамыз. Етістіктерді тап, қай шақта тұрғанын айт. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Бүгінгі сабағымызды қорыта келе, арнаулы дәптерімізді ең соңғы тапсырманы орындаймыз. Толықтыр. Келер шақ етістіктері нені білдіреді? Келер шақ етістіктері қандай сұраққа жауап береді? Мысал келтіріп жаз. Екінші сұрақ. Дұрыс жауапты белгіле. Думан биыл Нұр-Сұлтанға барады. А. Осы шақ, Ә. Өткен шақ, Б. Келер шақ. Келер шақ етістігінің сұрағын белгіле. Не істеп жүр? Не істейді? Не істейсің? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.